Сәлем достар, бүгін сіздермен қазіргі таңда хит болып жүрген түріктің тағамы маклубе жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар, өте оңай дайындалады. Ең алдымен ет пен көкөністерді турап дайындап аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай етті бөліктерге бөліп, ұзынша етіп тураймыз. Бұл тағамды кез келген өздеріңіз тұтынатын еттен дайындасаңыздар болады. Пиязды дөңгелектеп тураймыз. Сәбіз бен картошканы да турап аламыз. Қатты қалың болмау керек, жіңішке болмау керек. Орташа қалыңдықта барлығын дөңгелектеп турап дайындап аламыз. Қазанға май құйып, қызғаннан кейін етті салып қуырамыз. Тұз, бұрыш, қалауларыңызша басқа да дәмдеуіштерді қосуға болады. Етті жақсылап қуырып, төменгі отта 1-1,5 сағат пісіреміз. Табаға май құйып, сәбіз бен картошканы екі жағынан жақсылап қызартып қуырып аламыз. Бұл тағамға картошка мен сәбізден басқа да көкөністерді қоссаңыздар болады. Мысалы үшін баялды. Мен тек қана картошка мен сәбізді ғана қостым, өйткені баялдыны біз ұнатпаймыз. Күрішті де жақсылап жуып, кептіріп, қызып тұрған табада май құйып, жақсылап қуырамыз. Қуырылып жатқан күрішке тұз себуді ұмытпаңыздар. Күріш қуырылғанша салат дайындаймыз. Салатқа қияр, қызанақ, жуаны пайдаландым. Сіздер қалауларыңызша жапырақтар қоссаңыздар болады. Салатқа тұз қосып араластырып дайындап аламыз. Енді маклубені дайындаймыз. Тамақ дайындайтын әдісімізге жуаны тізіп шығамыз. Оның үстінен пісіп дайын болған етімізді саламыз. Оның үстінен қуырылған сәбіздерімізді тізіп үстінен басамыз. Оның үстінен картошканы салып шығамыз. Тұз себелеп, үстіне күріштің барлығын саламыз. Күрішті үстінен басып шығамыз. Нығыздап басамыз осылай үстінен, кейін шашылып қалмау үшін. Қайнап тұрған суымызды қойып, күрішті бір қайнатып алып, ең төменгі отқа қойып пісіреміз. Тамағымыз дайын. Тамақты видеода көрсетілгендей ыдысымызға саламыз. Тамақ піскен ыдысты асықпай көтеріп аламыз. Маклубеміз дайын. Айналасына салатты салып шығамыз. Салаттардың арасына айранды құямыз. Осымен маклубе атты тамағымыз дайын. Сіздер де үйде осылай істеп көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.